Сәлеметсіздер ме? Менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде төртінші күн. Төртінші күннің сабағын сіздерге бөлісіп өтейін. Бүгін бізде төртінші күн. Төртінші күнде біз сөздерді жаттап үйренеміз, яғни лексиканы үйренеміз. Жалпы көбінесе осы сабақтардың ішіндегі осы күн ең қиын болып көрінеді. Себебі лексика өте көп, сөз көп. Мен оның бәрін қалай жаттаймын, өзім жалғызбын, қалай жаттап үлгеремін деген сияқты сіздерде сұрақтар болуы мүмкін. Негізінде ол сөздерді жаттау қиын болып сыртынан ғана көрінеді. Былайша негізі өзіңізге бір система құрып алсаңыз, ол егер сол системамен жүретін болсаңыз, сол жүйемен, онда жақсы нәтиже көрсете аласыз. Корей тілін енді бастап жатқан адамдардың көңілі түсетін кезі, көп сөздерді жаттаса да, кейбір мысалы бір тақырыптарға сөйлеген кезде сөздерді ұмытып қалуы мүмкін, немесе кейбір адамдар сразу корей тілін үйреніп жатырмын деп бастаған кезде басқалар короче, люстра деген қалай болады, короче, айна деген қалай айтады деген сияқты сұрауы мүмкін. Сол кезде мен люстра, айна деген сияқты өте қарапайым сөз, мен сонда соны да білмеймін ба деген секілді өзіңізге сенімсіздік арта беруі мүмкін. Бірақ көңілдеріңіз түспесін. Тіпті өзіңіздің ана тіліңіз болса да бір нәрсені білмеу, сөздердің атауын білмеу немесе ұмытып қалу, ол нормально. Адамдар күнделікті өмірде бірнеше сөзді ғана жаңа өзі қолданып жүрген сөздерді ғана естерінде қалады. Ал егер мысалы сіз жаңа бір тақырып, мысалы терминдер, медициналық терминдер, IT саласында терминдер болатын болса, онда сіз білмеуіңіз ол нормально. Ол шетел тілі болмаса да, бір өзіңіздің тіліңізде кейбір сөздерді мысалы біреу айтқан кезде сіз білмейтін сөздер болуы мүмкін. Сондықтан сіздер ол жағынан қатты көңілдеріңіз түспесін. Және сіздер мақсаттарыңыз ретінде өте көп сөз жаттауды емес, санынан қарағанда сапасына мән беруді сіздерге кеңес етемін. Енді сол сөздердің сапасына мән бер дегенде кезде сіздер нәтижеге емес, сол жаттап жатқан процестен рахат алуды үйреніңіздер. Яғни бүгін біз оны қалай жасауды мен айтатын боламын. Және де бірнеше тіл үйренуге байланысты мифтерді жоятын боламын. Негізі біздің адамның есте сақтау қабілеті қалай жұмыс жасайды? Адамда есте сақтау қабілетінің екі түрі бар: ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді. Қысқа мерзімді деген сол моментта керек болатын есте сақтау қабілеті, яғни мысалы дүкенге бара жатқан кезде алма, сүт сатып алу керек, яғни ұмытпау керек. Дүкенге барған кезде алма және сүт аламын деген сияқты. Ал ұзақ мерзімді деген сияқты ол біздің жасымыз, есіміміз, ата-анамыздың аты, мысалы руымыз, қандай елден шыққанымыз, солай сияқты нәрселерді біз ұзақ мерзімде сақтаймыз, және де ол өмір бақи білеміз десек те болады. Ол ақпаратты біз ұмытпаймыз. Қысқа мерзімді көбінесе бізде бір дедлайндар болған кезде, маңызды бір сроктар болады, мысалы ЕНТ ОБТ тапсыратын кезде, студенттердің емтихан тапсыратын кезінде, мысалы 10 жыл бойы оқымаған материалды аламыз да бір жылдың ішінде бәрін жаттап, ЕНТ күні прям күшті қылып материалдың бәрін жаттап келеміз да емтихан тапсырамыз, ертесіне ұмытып кетеміз мысалы. Одан кейін мысалы студенттер емтиханның алдында жаңа семестр бойы оқымаған нәрсені бір аптаның ішінде жаттайды да емтихан тапсырады да ертесіне ұмытып кетеді. Сөйтіп кейін таңғалады, мен деген дипломым бар, 4 жыл бойы оқыдым, неге бұл менің есімде жоқ деген сияқты. Ол себебі жаңағы қысқа мерзімде оқығанның нәтижесінде. Ал ұзақ мерзімді жаттаған ақпарат біздің есімізден шықпайды, өмір бақи қай кезде сұрасақ та, сұраған кезде бізде керек болған кезде пайдалана аламыз. Енді біздің мақсатымыз қысқа мерзімнен ұзақ мерзімге айналдыру. Енді оны қалай жасаймыз? Әрине, ол қайталаумен. Біз кішкентай кезімізді, бала кезіңізді есіңізге түсіріңіз. Мысалы, кішкентай балаларды байқасаңыз, оларда ұзақ мерзімдік негізі қабілеті жоқ. Бірақ олар сөзді жаттай алады. Қалай? Оны қайталаумен. Әрқашан мысалы түстерді ажырататын кезде күнде мына көк, мына сары, мынау ручка, мынау қалам, мынау нан деп мысалы күнделікті аналар қасында айтып жүреді ғой. Сөйтіп бала соны күнде қайталап бір күні мынау нан, мынау көк түс, мынау сары түс деп айтып шығады. Неге? Өйткені ол күнде қайталау арқылы сол сөзді, ақпаратты жаттап алды. Сондықтан сіздер солай жаттайсыздар. Сөзді жаттаған кезде, мысалы, кейбір сөздер болады, оңай жатталады, ал кейбір сөздер болады, қиын жатталады. Мысалы, бір күн жаттадыңыз, ертең ұмытып қалған сөздеріңізді аласыз да, бізде қазір Құдайға шүкір телефондар, смартфондар күшті жұмыс істейді. Заметкеге жазып қоясыз, мысалы, бір жаңа сөздер, мысалы, 10 сөз бар, 10 сөздің бәрін жазасыз да, одан кейін сізге будильник ретінде уведомление болып келетін, мысалы, нелер бар ғой, заметкелер, соған істейсіз. Мысалы, 20 минуттан кейін қайталау керек маған, 7-8 сағаттан кейін, бір күннен кейін маған қайтадан уведомление болып келсін, бір аптадан кейін уведомление болып келсін, 3 айдан кейін уведомление болып келсін деген сияқты, солай будильник ретінде қойып қоясыз. Сонда жаңағы телефонды сіз ашқан кезде, мысалы телефон қолыңызға алған кезде, жаңағы сөз сізге мынадай заметке ретінде келіп спискпен тұрады. Сіз сол кезде қайталап аласыз. Ал егер де мен телефон жоқ, телефонмен жасағым келмейді дейтін болсаңыз, онда кәдімгі дәптерді алдыңыз да, сол жерге даталар жазыңыз. Мысалы, мына сөзді
мен мына күні қайталаймын деңіз да, жаңағы списогін жазасыз. Одан кейін жаңағы дәптеріңізді бүйтіп ашып жатқан кезде бүгінгі күнге мына сөзді қайталау керек. Так, ертесіне ашасыз, бүгінге мына сөздер ашу керек, жаңағы қайталау керек деген сияқты. Мен өзім негізі үйренген кезде басында дәптерге жаздым. Себебі жазып жатқан кезде, кәдімгі қолмен қағазды сезіп жазып жатқан кезде, сол кезде есіңде қалады. Одан кейін тағы сол жазуды көргеннен кейін, қайталағаннан кейін есіңде көп қала береді. Бірақ та кейін уже мен корей тілін жақсы үйреніп алғаннан кейін мен телефонға жазып қоятын болдым. Себебі сабақпен кішкене қол тимейді. Сол телефонға маған будильник ретінде келіп тұрады. Мына сөздер деймін да, мен ары қарай сол сөздерді қолданамын. Иә, мен қазір корей тілін жақсы білсем де, ол сөздерді мен әрқашан қайталап отырамын. Себебі айтып тұрмын ғой, сіз тілді мықты білсеңіз де, даже если ол сіздің ана тіліңіз болса да, кейбір сөздерді білмеуіңіз мүмкін. Мысалы, мен қазір медицинаны оқып жатырмын, яғни медицина саласында терминдер маған, мысалы, кәріс тілінен 6 алсам да, медициналық терминдерді мен білмеуім мүмкін. Сол терминдерді, мысалы, анатомия кітапты оқып жатқан кезде, аламда білмейтін сөздерді заметкеге жазып қоямын. Сөйтіп ол маған күн сайын келіп тұрады. Мен оны жаңағындай телефон арқылы тез көріп есіме сақтап аламын. Солай екі сіздерге тәсілді айтып өттім, соны жасаңыздар. Енді кейбір мысалы студенттер ойлауы мүмкін, мен деген жаңағындай бір күнде 100 сөз жаттаймын, сөйтіп әр күні 100 сөз жаттап, бір айда мен корей тілін күшті үйреніп шығамын деген сияқты. Оның үстіне жаңа YouTube-та ашып қалсаңыздар, Instagram, TikTok-та ашып қалсаңыздар, кейбір видеолар тұрады. Bir күнде қалай 500 сөз жаттауға болады, бір аптада қалай 1000 сөз жаттауға болады деген сияқты видеолар шығуы мүмкін. Өкінішке орай, немесе қуанышқа орай десем, ол видеолар әшейін өзіне просмотр жинау үшін солай тақырыптарды айқайлатып қояды. Бірақ на самом деле адамның памяти олай жұмыс жасамайды. Себебі біздің миымыз жаңа ақпаратты алғаннан кейін оны бірінші қорытады, содан кейін оны шынайы өмірде қолдану үшін сондай процесс жасайды. Яғни ақпаратты алады, қорытады, жаңағындай қолданады, сосын демалады. Солай ми солай жұмыс жасайды. Сіз ол процесске жаңағындай көп сөз жаттап қиындатқанша, оданша сіз оны бөліңіз. Мысалы, азанда 500 жаттаймын, обедте 500 жаттаймын, кешке 500 жаттаймын. Одан кейін ертесіне тағы солай азанда 5 сөз, кешке 5 сөз деген сияқты солай бөлсеңіз, онда солай аз сөзден, бірақ жиі сіз оны жаттап және қайталап отыратын болсаңыз, сіз эффективнее жұмыс жасайсыз. Яғни, мысалы, бір күн, мысалы, таңертең тұрып, понедельник күні 100 сөз жаттап, келесі понедельник 100 сөз жаттағаннан қарағанда, сіз егер күнде сондай 5 сөзден жаттап, бірақ қайталап отыратын болсаңыз, сіздің онда эффективностіңіз, яғни жаңағы адаммен салыстырғанда, 100 сөз, аптасына бір рет 100 сөз жаттайтын адамнан қарағанда салыстырмалы түрде сіз кәрісшені тезірек үйренесіз. Яғни біздің миымыз жаттаймыз, демаламыз, жаттаймыз, демаламыз. Сөз жаттаған соң міндетті түрде ми демалу керек. Ол ми демалған кезде жаңағындай басқа сабақ оқып немесе ондай емес, кәдімгі миыңыз тынықтыратындай заттармен айналыссаңыз болады. Қалай көп сөз жаттауға болады? Корей тілінде, қазақ тіліндегі секілді түбірлер болады. Мысалы, жеу деген түбір болатын болса, жеді, жеген, жемеген деген сияқты сөздер солай ауысуы мүмкін. Корей тілінде де тура солай, мысалы, бір түбір болады, ол түбір ауыспайды, бірақ соған жалған сөздің мағынасы өзгере береді. Және де, егер мысалы сіз бір сөзді түбірін жаттайтын болсаңыз, соның басқаша формаларын жаттайтын болсаңыз, мысалы сол сөзге жалғанатын қосымшаларды жаттап алсаңыз, онда сіз бір сөз жаттайсыз да, негізі бір түбір жаттайсыз, бірақ сіздің миыңызда 20-30 сөз қалуы мүмкін. Неге? Себебі ол түбірдің жаңағы қосымшалар жалғанған сайын оның мағынасы өзгереді дедік, яғни әртүрлі қолдануға болады. Мысалы, мен чемейта деген сөзді алайын, оның түбірі чемей. Мысалы, чемей, егер сіз кішкене қола болсаңыз, онда сөздіктен көріп қойған шығарсыз. Чемей деген ол бөлек сөз, итта деген тоже бір бөлек сөз. Енді екеуін қосылған кезде, чемейта деген кезде қызық деген нәрсе. Мысалы, кино немесе кітап оқыған кезде қалай болды деген кезде қызық болды. Чемисоя деп айтасыздар, чемейта деп. Енді келесі сөз чемей. Чемейдің өзі бөлек, ол қызық деген мағынаны білдіреді. Мысалы, чемей нада деген болатын болса, чемей нада деген жаңағы түбірі чемей нада деген уже басқа сөз болып тұр. Ол яғни қуаныш пен рахат сезімдерін көрсету үшін, мысалы, чемей нада деген сөз қолданады. Мысалы ретінде чемейнан мояң деген сияқты. Енді келесі чемей итке деген ол жаңағындай қызығырақ, қызығушылықты қызықтырақ қылып жасап, мысалы, егер чемей итке 해주세요 деп айтатын болсаңыз, қызығырақ қылып жасап беріңіз деген, қызығырақ деген сияқты мағынаны білдіреді. Чемейріл пода деген, енді келесі мынау чемейріл пода деген ол
күшті бір қызық уақытты өткізу, рахаттанып, ләззат алып өткізу деген сияқты. Және де бұның чемерел поданың тағы екінші мағынасы бар. Ол мысалы бір күшті керемет нәтиже шығару деген сияқты. Чемерел пода деген сияқты. Уже көрдіңіздер ма сіздер? Нау сөздің өзінен екі мағына, екі түрлі сөз жаттадыңыз. Чеми деген енді қызық деген болатын болса, оның чеми деген тағы да бір мағынасы Америкада тұратын кәрістерді чеми дейді. Енді қараңыздар, сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сіз чеми деген түбірден осындай 6 сөз жаттадыңыздар. Бұның бәрі бірге ұқсайтын сияқты ғой деген сияқты сізде сұрақ болуы мүмкін, бірақ топиктің егер сөздігін ашатын болсаңыз, бұның бәрі бөлек-бөлек болып, жаңағыдай сөздікте тұрады, өзінің мағынасымен жазылып тұрады. Яғни бөлек 6 сөз болып саналады. Және сондықтан сіз мысалы осы түбірді бір түбірді, бір сөз емес, бір түбірді жаттау арқылы сіз әртүрлі сол формаларды, мысалы, итта, нада, итке, пода деген сияқты жалғауларды или басқа бөлек түбірді жабыстыру арқылы сіз басқаша мағыналарын солайды жаттайтын болсаңыз, онда сіз бір сөзді жаттау арқылы сіз бірнеше уже сізде словаріңізде, сөздігіңізде, миыңызда жатталып тұр. Көп сөз жаттауға болатын үшінші кеңес сол түбір, суффикстер, префикстер жаттау. Яғни не? Мысалы, кейде мынандай бір суффикстер болады, куон деген сияқты. Ол куон деген мысалы бір талон, билет или сертификат деп аударсақ болады. Сондай талон сияқты білдіретін осы куонды білсеңіздер, онда соған байланысты бір нәрсе талонға байланысты бірдеме деп түсінсеңіз болады. Мысалы, шиксакон деген ол тамаққа талон. Мысалы, чодекон деген шақыру билеті деген болады ғой, шақыру билеті. Ипчанкон деген мысалы кіруге арналған, входқа арналған мысалы билет или талон. Харинкон деген мысалы скидочный, скидка талондары. Хангонгкон деген, Ханконг деген енді аэропорт, авиа дегенді білдіреді, яғни ол билет, самолетке билет деп аударсақ болады. Одан кейін сыңчаккон деген ол посадочный талон болады ғой, посадочный талон. Чучаккон деген ол мысалы парковкаға арналған талон. Санкомкон деген мысалы кейбір жерлерде болады, косметика сатып алсаңыз, мысалы бір 100 мыңға сатып алсаңыз, сізге 5 мыңға жаңағыдай сізге сертификат сияқты болады ғой, тағы осы магазиннен тағы бір нәрсе сатып алуға болатын сияқты. Сертификат деп айтайын ма, талон деп қолдансақ бола ма? Солай жаңағындай береді ғой. Соны біз мысалы санкомкон деп атайды. Енді сіз мысалы кон дегеннің сөзін жаттап алдыңыз, бір талон деген сөзді білдіреді. Одан кейін шикса деген, мысалы, бәріміз білеміз, шикса деген ол тамақ деген сияқты. Сіз сонда аласыз, шикса деген тамақ, ал кон деген примерно талон деген сияқты мағынаны білдіреді. Яғни, егер шикса, кон деген екеуін қосатын болсақ, онда тамаққа арналған талон. Яғни сіз жаңағы бір суффикс жаттау арқылы басқа тағы сөз естісеңіз, сол екеуін қосып, соның мағынасын уже түсінетін боласыз. Мысалы, ипчаң деген білесіздер, көп есіктердің алдында жазылып тұрады, жаңағыдай вход деген. Ал кон, егер біреу ипчанкон деп айтып жатса, кон деген талон деген ғой, значит, мына жерде вход деп жазылып тұр. Яғни ипчанкон деген сөз примерно входқа арналған талон деген айтқаны ғой деген сияқты сіз түсіне бересіздер, түсіндіңіздер ма? Сонда бір суффиксті жаттау арқылы сізге бірнеше сөздерді жаңағындай қосылып, сіздер көп бір суффикстен көп мынандай яғни көп сөздер жаттап аласыздар. Одан кейін, мысалы, кейбір жерде, мысалы, отельге кірсеңіздер, чучакон береміз деп айтады, яғни сіз парковкаға жаңағыдай тегін парковаться, машинаңызды қою үшін, сол жерге қалдыру үшін сондай сіздерге чучакон, яғни қағаз береді, сол қағаз арқылы сіз тегін парковаться ете аласыз. Яғни сізге чучакон дегенде, чуча деген не парковка, кон деген талон, значит, чучакон деген мындай бір кішкене қағаз беру керек, мен тегін, значит, парковаться ете аламын деген сияқты. Енді тағы да сондай бір суффикстердің бірі шикида, бірақ ол шикида суффиксі ол кейбір кезде етістік, яғни етістік бірден етістік те суффиксте болып табылатын сөз. Ол шикида деген мысалы біреуді заставлять ету деген сияқты мағынаны білдіреді. Мысалы, күңбөріл шикида дейтін болатын болса, онда сабақты оқуға заставлять ету деген сияқты. Мысалы, 선생님이 공부를 시켰어요. яғни мұғалім сабақ оқуға заставлять етті деген сияқты. 청소를 시키다, яғни үйді жинауды, яғни жинастыруды заставлять етіп жатыр, істетті деген сияқты. Ирил шикида деген жұмыс істетті деген сияқты. Сольгожирил шикида, яғни ыдыс жууды заставлять етті. Мысалы, көбінесе біздің аналарымыз айтады ғой, ей, ыдыс жусайшы, тазаласайшы деген сияқты. Сол кезде анамыз сольгожирил шикесой, яғни ыдыс жууға заставлять етті деген сияқты. Яғни, бұл үшінші кеңестен қорытындымыз, біз суффикстерді, түбірлерді жаттау арқылы жаттап алсақ, примерно мағынасын, ол мағынасы өзгермейтін болса, мысалы, кон деген всегда талонды білдіре ма? Значит, бір нәрсеге қосқан кезде, мысалы, тамақ дегенге қосқан кезде
шиксакуан болатын болса, онда значит талон, тамаққа талон деген сияқты. Солай сіздер үйреніп алсаңыздар болады. Енді менің төртінші кеңесім сөздің әртүрлі мағыналарын жаттау. Әртүрлі мағыналарын жаттайтын болсаңыз, онда сіз бөлек сөздерді жаттадыңыз деген сөз. Мысалы, бір сөздің екі мағыналысын білетін болсаңыз, онда сіз бір сөз емес, екі сөз білесіз деген сөз. Яғни мысалы топик тапсыратын кезде де жаңа сөздіктер болады ғой. Сол жерде мысалы бір сөздің екі мағынасы болатын болса, сіз онда уже екі сөз біледі деген сияқты саналады. Яғни екеуі екі түрлі болып, екеу болып жазады. Біріншісі тағы сол сөз, екіншісі тағы сол сөз, бірақ екеуінің мағынасы әртүрлі, бірақ бірдей болып оқылады да. Мысалы, муқта дегеннің 9 мағынасы болатын болса, онда сіз 9 түрлі сөз білесіз деген сөз. Мысалы, бірінші күй, немесе корыл муқта дейтін болса, күй бізде ол құлақ, ко деген мысалы мұрын. Күйріл моқта или корыл моқта болатын болса, күй, яғни құлағымыз бітіп қалды деген болады ғой, естімей тұр деген сияқты. Или мұрным бітіп қалды деген кезде моқта қолданамыз. Екінші ол қабыл моқта, яғни тамақ жеу, яғни моқтаның негізгі мағынасы ол жеу, тамақ жеу. Үшінші ол ягіл моқта деген сөз ол дәріні қабылдау, яғни дәріні ішу деген кезде ягіл моқта деген сөз моқтаны қолданады. Мысалы, төртінші сурыл моқта деген ол арақ ішу. Көрдіңіздер ме? Сонда моқта деген даже ішу дегенді кіріп кетеді, ішу деген кезде. Бесінші ол тамберіл моқта деген кезде ол темекі шегу, яғни моқтаны тамберіл моқта деп темекі шегуге де қолданады. Алтыншысы мысалы жеу, ішу, шегу деген бізде үш түрлі болатын болса, бұның бәріне олар моқта деп қолданады екен. Алтыншы найрыл моқта деген ол қартаю, яғни моқта деген сөзді қартаюға да қолданады. Екінші мағынасы моқтаны нөморыл моқта деген ол взятканы алу. Сегізінші кобыл моқта деген ол қорқып қалу. Одан кейін тоғызыншы илтіңіл моқта деген ол бірінші орын алу. Көрдіңіздер ме? Сонда сіздер бір моқтаны алып, соның бірнеше мағыналарын да іздеп, мысалы лексикада бірнеше мағыналарын іздеп, соның бәрін жаттап алсаңыз, бірден да. Өйткені сізде мысалы моқта деген сіз жеу деп жаттап алдыңыз да. Бірақ топикте сізге почему-то корыл моқта деп келеді да, мағынасы түсінбейсіз. Мынау жеу деген сонда мұрнын жеп отыр ма? Ол қалай сонда деп сіз түсінбейсіз ғой. Жеу деген бірақ почему-то білесіз, бірақ сіз аны шеше алмай жатсыз топиктің тапсырмасын. Сонда сіз өзіңіздің қателігіңіз, значит, мен бір сөздің бірнеше мағынасын да қарап алуым керек еді. Өйткені бірнеше мағынасы тек бірақ мысалы қабыл моқта тамақ жеуді ғана үйренсеңіз, сіз топикке қарайсыз да, коры ойла сол мұрнын жеп отыр ма деген сияқты шатасасыз. Ол шатаспау үшін бір сөздің бірнеше мағынасын бірден жаттап алсаңыз, сонда сіз бір моқтаны үйреніп, сіз 9 сөз бірден жаттап алдыңыз деген сөз. Сөзден өзіңіздің жай қызығушылығыңыздың жаңа любопытствоның арқасынан моқтаны басқа мағыналарын көру арқылы сіз сондай керемет тәсілмен 9 сөз жаттап алдыңыз. Енді келесі қалай көп сөз жаттауға болатын, ол тура солай қалатын, өзгермейтін сөйлеп, ағылшындарда, француздарда жаңа заттар ойлап тапқандықтан, олар жаңа телефон сияқты, білмеймін, сол телефон секілді жаңа заттар ойлап тапқандықтан, олар сондай барлық тілге сондай сөздерді кіріктіріп жатыр. Мысалы, Wi-Fi деген барлық жерде ол Wi-Fi. Сол сияқты, сол ағылшын тілінен деген сияқты шетелдік сөздер, ол қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде ғана емес, осы кәрістерде де бар. Яғни, сондай өзіңіздің тіліңізбен сәйкес келетін, сіз білетін нәрселерді кәріс тілінен де сол сөздіктен іздесеңіз де болады да, содан кейін соны жаттап алсаңыз болады. Мысалы, авокадо ол кәріс тілінде авокадо. Компьютер дегенді кәрістер компьюто дейді. Яғни сондай ұқсайтын сөздерді сөздіктен жаттасаңыз, онда сіз мысалы уже сөздігіңіздің білетін сөзіңіздің саны артады. Мысалы, радио ол радио, видео ол видео, YouTube дегенде ол YouTube дейді. Тағы не, смартфон ол смартфон. Яғни сол кәрісше қалай атайтынын сол. Яғни сіздің тіліңізде бар сөзді кәрісше қалай айтатынын біліп алсаңыз болды. Сіз жаңа сөз уже жаттадыңыз деген сөз. Осылайша сіздер білетін сөздеріңізді саны арттырасыздар. Енді келесі 6-шы тәсіл ол фонетикалық ассоциациялар. Бұл ассоциациялар бір кәріс тілін қатты қиын қылып көретін адамдарға арналған, және енді ғана кәріс тілін жаттап, яғни жаттап бастап бастапқы деңгейдегі адамдарға көмектеседі деген ойдамын. Себебі бұлар мысалы сіз пап деген сөзді мысалы жаттай алмай жатырсыз. Ол пап деген негізі күріш деген мағынаны білдіреді. Бірақ сіз соған байланысты бір есіңізде қалған ассоциация ойлап табасыз, мысалы сол пап деген кезде сол нәрсе есіңізге түсетінде, и сол сөзді уже мағынасын біле беретінде. Мысалы менде бірінші жаңағы Кореяға келген кезде какао деген жаңа
таксилердің сыртында, магазиндердің сыртында какао деп жазылып тұратын какао такси, сосын какао толк деген жаңағыдай нелер бар, приложение бар. Сондай какао деген сонда болатын. Какаоны жақсы көремін, кажется, кейде сондай какао көп сөз қолданады десем, оказывается, какао деген оның мағынасы жақын деген сөз екен. Яғни мысалы какао такси деген ол жақын жердегі такси, или какао толк деген жаңағы бізде WhatsApp деген сияқты приложение, ол яғни жақынырақ сөйлесек деген сияқты сондай мағынада екен да. Какао деген жақын деген. Енді мен оны қалай жаттадым? Басында какао деген қараймын, ол бүйтем, жалпы кофейняға барған кезде бір жақын адамыңызбен барасыз, жақын подружкаңызбен барасыз, жақын досыңызбен барасыз, жақын мамаңызбен барасыз, жақын туысқаныңызбен барасыз. Енді алыста танымайтын адаммен кофейняда отырмайсыз ғой. Кофейняға жақын адамыңызбен барасыз. Соны мен былай жақтадым. Кофейняға барған кезде жақын адаммен отырып кофе ішкен кезде сол какао немесе кофе ішкенмен елестетемін да. Сол кезде мысалы сол сөзді мысалы какаоны ішемін деген сияқты айтқан кезде менде ассоциация келеді. Яғни жақын адамыммен кофейняда отырып какао ішіп жатырмын. Яғни какао деген сол жақын адам, яғни жақын дегенді білдіреді деген сияқты. Немесе мысалы пап деген күріш ол. Отырасыз, кухняға барасыз да еркелеп отырып, пап, қарным ашып кетті, күріш беріңізші деген сияқты сұрайсыз ғой. Күріш жейінші деп рұқсат сұрайсыз, немесе күріш беріңізші деп айтасыз. Сол кезде айтасыздар, пап деген кезде кухняға барып папамнан жаңағыдай күріш сұрадым деген сияқты. Сондай ассоциация, яғни бұл мен берген ассоциацияларым сізге көмектеспеуі мүмкін. Өзіңіздің бір ассоциацияңызды ойлап табыңыз, яғни сол сөзді қолданған кезде сол нәрсе есіңізге түсіп, соның мағынасын білетіндей. Сол кезде сізге бастапқы кезінде корей тілі қиын болып жатса, осы тәсіл көмектесу керек. Енді бізде әр сабақта әрқашанда тапсырма бар. Ол үй тапсырмасы, әрине бүгінгі бізде қалай көп сөз жаттаудың бірнеше тәсілін көрсеттім, яғни соны әртүрлі жолмен сөз жаттау. Қалай? Енді бірінші тапсырма ол түбір, суффикстер, префикстер арқылы жаттау. Яғни мысалы бізде мен сіздерге ки деген суффиксті дайындадым, яғни киімги болатын болса, ол ойын приставкасы. Принтоги болатын болса, ол принтер. Сонпунги болатын болса, желдеткіш. Сетаки, кір жуатын машина. Касыпки, ауа ылғалдандырғыш. Поньокки, аудармашы, яғни жаңа приложение бар, поньокки деген. Кесанги, калькулятор. Чоңсоги, шаңсорғыш. Яғни ки деген суффикске қарайсызда, примерно техникаға байланысты бір суффикс. Яғни ки дегенге мысалы гейм деген қоссақ, гейм деген ойын деген сөз ғой. Геймги болса, онда значит ойынның приставкасы шығады. Мысалы принтер болатын болса, принтер дегенге кәдімгі принтер болады. Мысалы сонпун болса, желдету болатын болса, сонпунги болатын, желдеткіш деген сияқты. Мысалы сетак деген кір жуу, сетагіл хада, сетак хада деген сияқты кір жуу деген етістік болатын болса, онда хадан алып тастап сетакқа киінді қосқанда кір жуатын машина шығады. Яғни осындай техникаға байланысты мысалы ки деген суффиксті алып, сіздер осы сөзді 8 сөзді жаттауға сізге тапсырма беремін. Енді келесі сізге тағы да екінші тапсырма, ол кук деген, ол ел дегенді білдіреді. Яғни кук деген ол ел. Мысалы, аудармадан кук сөзі бар елдердің атын тауып, соны сіз жазып, соны жаттап көріңіз. Мысалы, Хангук деген ол Корея. Тағы да бірнеше елдердің қасына кукты қосаң, сол елдің атауы шығады. Соларды сіз сөздіктен кәдімгідей іздеңіздер. Кәдімгі елдердің атауы деген сөздік бар. Соған қарап іздеп қандай жаңағы елдің атауында кук деген сөз бар. Соны сіздер іздеп жазып келіңіздер. Енді тағы да келесі тапсырма, ол бір сөздің әртүрлі формаларын жаттау. Мысалы, мен сіздерге машитта деген дәмді деген сөзді берейін. Машитта деген ол дәмді деген білдірсе, машитке деген дәмдірек. Мысалы, тамақты дәмдірек етіп жасап беріңізші деген кезде, паб을 맛있게 해주세요 деген сияқты. Мат деген жалпына, машитта деген, мат деген ол бір сөз, итта деген ол бір сөз. Екеуін қосқанда машитта деген дәмді болды ма? Сонда мат деген ол негізі дәмді мағына білдіреді. Итта деген бар деген сөз ғой. Енді машиссой деген дәмі бар, яғни дәмді деген сөз. Сонда мат деген түбірді білу арқылы сіз дәм деген. Сонда машиттаны білесіз, машиткені білесіз, сосын масыл неда деген бар. Масыл неда деген ол дәм кіргізу, дәмдірек ету. Мысалы, тамақты қалай дәмдірек етесіздер? Тұз қосасыздар. Просто етті қайнатсаңыз, сорпаның дәмі жоқ. Тұз қоссаңыз, ол дәмдірек болады. Яғни тұз арқылы масыл неда. Келесі мына мат деген түбірдің сөзі машинада, яғни дәмі шығып тұр, дәмі бар деген сияқты. Мысалы, одан кейін машипутта, машинада да мен мысал келтірейін деп жатқан едім ғой. Машинада мысалы болады ғой бір
шетелге барасыз да, мысалы Турцияға барасыз да, и бір нан сияқты бір нәрсені жейді. Типа біздің еліміздің бір тамағының нанның дәмі есіме келіп тұр, түні дәмі бар екен деген сияқты айтқан кезде машинада деген қолданасыз. Енді бұл сөздің алтыншы формасы, яғни алтыншы несі машин путта, яғни бір істе шабыттанып кететін бұл кездер болады ғой, соны машин путта деп атайсыздар. Яғни осы мат деген, яғни дәм, машитта дәмді осы түбір арқылы міне бәрінде міне мат деген түбір бар. Осындай сөздерді, осындай суффикстер қосу арқылы бір мат деген түбірден 6 түрлі мағына болып тұр. Әртүрлі форма болып тұр. Осыларды жаттап алыңыздар. Одан кейін келесі үшінші тапсырма бізде бір сөздің бірдей міне бәрінде пода, міне барлығында пода, бірақ әртүрлі мағынасын жаттаймыз. Мысалы, бірінші пода деген жалпы негізгі мағынасы көру. Yo'ng'aril пода болса, фильм көру. Тегіл пода болатын болса, бізде кітап көру емес, кітапты оқу. Кітапты оқыған кезде де поданы қолданамыз. Мысалы, жаңыл пода болатын болса, болады ғой, мамаларымыз айтады, мен азық-түлікке барып келейін, азық-түлік сатып алып келейін, или барып азық-түлік продукт алып келші деген кезде жаңыл пода дегенді қолданамыз. Сонда көрдіңіздер ме, пода дегенде осындай мағынасы бар. Төртінші мағынасы шиомыл пода, яғни емтихан тапсырған кезде, қашан тапсырасың деген кезде, мысалы, черере шиомыл пайо, мысалы, 7-ші күні мен 7-сіне экзаменім бар деген сияқты, емтихан тапсырамын деген сияқты, шиомыл пода. Одан кейін 5-ші тебенөл пода деген, яғни үлкен дәретке баруды айтады. Одан кейін 6-шы айрыл пода дегенде, мысалы, бала қарайтын болады ғой, бала қарау, бөпеме қарайын, балама қарайын деген сияқты, айрыл пода. Баланы көру емес, ол баланы қарайын деген мағынада. Пода деген жалпы мағынасы көру ғой, бірақ мысалы, мына жерде әртүрлі мағына беріп тұр. 7-шіне масыл пода деген дәмін көру, мысалы, тамақтың тұзын қостыңыз да, дәмін көру үшін масыл пода, яғни сол мағынада. 8-ші чингурыл пода, яғни бір кездесу бар ғой, сіз досыңызбен, сол кезде чингурыл пода, яғни бұл сөз, мысалы, келесіде кездескенше, или досыммен кездесу деген сияқты, кездесу деген мағынада қолданатын осы чингурыл пода. Осындай 8 түрлі мағынасы, яғни сіз 8 түрлі сөз жаттайсыз. Осылай жаттап көріңіз. Және келесі тапсырма машида деген сөздің, осы тапсырмадан шығатын, поданың біз неше түрлі мағынасын көрдік қой, яғни басқа қасында сөз қосылған кезде басқа мағына береді екен. Сол сияқты машиданың әртүрлі мағынасын тауып көріңіздер. Сөздіктен жазасыз, мысалы, машида деп жазасыз, и қасынан неше түрлі сөздер мағыналар шығады, соны жазып көріңіздер. Енді келесі тапсырма кәдімгі біздің тілімізде қалай айтылады, тура сондай кәшеде айтылатын сөздерді жаттау. Ол, мысалы, пианино, білетін шығарсыздар. Айскрим, конечно, ол балмұздақ, ол бәрі біледі. iPhone екенін білесіздер. Кафе дегенде бізде кәрістерде кафе дейді. Бізде кафе болса, оларда кафе дейді. Бізде манго дейтін болсақ, олар манго. Мысалы, бізде сериалдар бар ғой, мысалы, корейский сериалдарда, олар драма дейді. Корейский сериал жалпы сериалдарды драма дейді. Комедияны комеди. Көрдіңіздер ма? Сіздер, мысалы, комедия сөзді жаттаудың да қажеті жоқ, онсыз да білесіздер, яғни соны корейше комеди дейді. Осылай сіздер уже 7 сөз білесіздер. Енді содан шығатын тағы тапсырма, қазақшаға ұқсайтын 5 сөз тауып көріңіз. Мысалы, мына жерде iPhone, мысалы, iPhone бізде қазақтарда iPhone деп айтамыз, кафе деп айтамыз, драма деп айтамыз, комедия деп айтамыз. Сол сияқты бізде қазақ тіліне, орыс тілінде болады, біз енді орысша көп қолданамыз ғой. Орысша, қазақшаға ұқсайтын 5 сөз тауып көріңіздер. Кәдімгі кәріс тілінде де тоже солай айтатын. Енді ең соңғы тапсырма, жалпы бізде фонетикалық ассоциациялар ойлап табыңыздар. Мысалы, менде мына жерге сіздерге мысал келтіріп қойдым, мен өзім ассоциациям былай жасайтын. От деген ол киім деген сөз. Мысалы, мен кутюрдан қымбат киім сатып алдым да, өте қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Яғни кутюр және өте қуаныштымын деген сияқты маған мен қашан қуанышты боламын, яғни эмоцияны сіз эмоциямен ассоциация жасайтын болсаңыз, сонда тезірек, яғни өте қуаныштымын, қашан отты сатып алған кезде, яғни киім сатып алған кезде. Чек деген кітап деген сөз. Мысалы, мен кітап сатып алған соң чекке қарасам $1000 тұрады екен. Яғни чек $1000 деген андай прям болады ғой. Қалай сонда деген сияқты эмоция болады ғой. Соны мысалы елестетіңіздер да. $1000 кітап деген сияқты чекке қараған кезде уже чек ол кітап.
Ой деген ол қияр деген мағынаны білдіреді. Мен күтім жасайын деп бетіме қияр қойсам, қиярды қойып қойсам, огурцы деген. Ол түсіп қалыпты сонымен ой дедім дейді. Қараңыздар. Мысалы елестетіңіз, сіз бір уход жасаймын деп күшті қылып бетіңізді жуып, огурцыды бетіңізге қойып қойсаңыз сөйтіп, түсқан кезде ой деп не қыласыз ғой енді ой түсіп кетті ғой ой деген сияқты ше. Яғни сол ой деген кезде сіз жаңа түсіп кетті, яғни бетіңізге қияр қойған едіңіз, яғни ой деген кезде сізде қияр деген сөз есіңізге түседі. Осындай сияқты өзіңіздің ассоциацияңызды ойлап тауып көріңіздер. Жоқ, ол ең соңғы тапсырма емес екен, тағы да тапсырма. Төменгі сөздерге ассоциация ойлап табыңыздар. Яғни сіздер өзіңіздің ойыңыздан емес, мен сізге сөздер беремін, осыған байланысты сіздер ассоциация тапсаңыздар. Бірінші ол со деген ол қазақшасы сиыр. Сан деген ол тау. Сорап деген ол кәдімгі қорап бар ғой, не суырма ше, сорап деген ящик бар ғой, шкаф, суырма, соларды сорап дейді. Төртінші киса деген ол мақала, кәдімгі мысалы газетный мақалалар болады деген сияқты, сол киса деп атайды. Осы сөздерге фонетикалық ассоциациялар ойлап табыңыздар. Енді осы тапсырмаларды беріп болғаннан кейін, бүкіл сабақтарды түсіндіріп болғаннан кейін сіздерге барлықтарыңызға жарайсыздар, молодцы деп айтқым келеді. Себебі сіздер ең қиын тақырыптарды түсіндіңіздер, әріптерді үйреніп жатырсыздар, корей тілін үйренуге қандай мықты амбициямен келіп жатырсыздар, қандай мықты мақсаттарыңыз бар. Молодцы, күшті, керемет. Осы темпте жалғастырсаңыздар, сіздер күшті, керемет жетістіктерге жетесіздер. Сіздерге көп рахмет. Енді осы сабақты оқып болған кейін кішкене миларыңызды тынықтырып, одан кейін сәл тапсырманы орындауға көшіңіздер. Сау болыңыздар.